Сәлем достар, бүгін біз мәтін редакторлауды үйренеміз. Жазған мәтініңіз дайын болды. Бірақ мұнымен шаруам бітті деп ойламаңыз. Шын мәнісінде ең қызық жері енді басталады. Себебі сіз мәтін редакторлауға міндеттісіз. Мәтін редакторлауға кәдімгідей бөлек уақытыңызды сарп етіңіз. Ал енді мәтінді қалай редакторлаймыз? Қандай ережелерді, қандай мәселелерді ескеруіміз керек? Міне осы сұрақтың жауабын іздеп табайық. Мәтін редакторлағанда өзіңіздің скульптор екендігіңізді ұмытпаңыз. Скульптор деген кім? Ол өз қолымен жасаған дүниесін ектеп текшейтін адам. Сіз де мәтінге кез келген уақытта өзгеріс енгізе аласыз. Тіпті өзгеріс енгізуге міндеттісіз. Себебі кейде біз автор ретінде өз жазған материалымыздан қателерді байқамай қаламыз. Сондықтан да мәтін редакторлауға мән беру керек. Мәтінді жаздыңыз. Жазғаннан кейін 2 сағаттан кейін, немесе белгілі бір уақыттан кейін қайта айналып келіп, жазғаныңызды дауыстап оқып шығыңыз. Өйткені бір көзбен қараған кезде жазғанымызда қате жоқ сияқты көрінеді. Көзіміз бізді алдайды. Ал дауыстап оқыған кезде бар қателік, бар кемшілік сыртқа шығады. Сіз оқып жатып қателескеніңізді, келіспейтін тұстар бар екендігін байқайсыз. Оқып жатып бірден түзету енгізіңіз, қайтадан дауыстап оқып шығыңыз. Қазіргі жастардың ең жиі жіберетін қателігі ол қазақша шрифтіні қолданбауы. Ұялы телефонымда қазақша қаріп жоқ деген сылтауды айтпаңыз. Өйткені бұл шын мәнісінде сылтау. Кез келген телефонға қазақша қаріп орнатуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар шала қазақша жазбаңыз. Не таза қазақша жазыңыз, не таза орысша жазыңыз. Егер сіз екі тілде мәтін жазыңыз келсе, онда сол бір тақырыпта жазғаныңызды қазақша нұсқасын көрсетіңіз, одан кейін орысша нұсқасын ұсыныңыз. Мысалы, Марғұлан Сейсенбай өзінің Instagram парақшасын екі тілде жүргізеді. Ол біріншіден сауалнама жасады. Қай тілде сізге оқыған ұнайды деген сұраққа оқырмандардың жауап беруін өтінді. Оқырмандар қазақша жазғаныңыз ұнайды деді. Ол енді кез келген постты бірінші қазақша жазады, соңғы жағына орысша аудармасын ұсынады. Мысалы, менің клиентім Мәрзия Бегайдар әр тілге әртүрлі аккаунт арнаған. Оның Мәрзия Бегайдар деген орыс тілінде шығатын парақшасы бар. Екінші парақшасын таза қазақша жүргізеді. Оның атауы Мәрзия Бегайдар қазақша. Сөйтіп ол екі тілді аудиторияның екі түрлі аккаунт арқылы назарын ұстауды жөн көрді. Пост жазған кезде, мәтін жазған кезде эгоист болмаңыз. Бұл тақырып маған қызық па, әлде аудиторияма, оқырманыма қызық па деген сұраққа жауап беріңіз. Джим Кокрум өзінің интернет-маркетинг деген кітабында былай депті. Тақырыбыңыз аудиторияңызға қызық болсын, оны шабыттанып, шын ықыласыңызбен жазыңыз дейді. Демек, кез келген автор, ол журналист болсын, копирайтер болсын, инстарайтер болсын, ешқашан эгоист болмау керек. Бірінші кезекте өз оқырманның қалауын ескеру қажет. Екінші мәселе өтірік айтпау. Өзімізді, не өзге біреуді мақтау үшін, абыройын асқақтату үшін өтірікке жол береміз, өтірік факт келтіреміз. Бір мәселенің байыбына бармай жатып қорытынды шешім шығара саламыз. Өйтпеңіз, жалған сөйлемеңіз. Бір сөйлемнен екі сөйлем жасауды әдетке айналдырыңыз. Бұл дегеніміз, сөйлемдеріңіз барынша қысқа болсын, ондағы сөз саны 10-нан аспасын. Егер 10-нан асып кетсе, оны екінші сөйлем қылыңыз. Мысалы, дәл қазір сіз бірнеше мыңнан айырылып қалатын шығарсыз. Есесіне жағымсыз пікір айтатын клиенттен құтыласыз. Міне мына сөйлемде 14 сөз бар. Бұл сөйлемді қалайша қысқартуға болады. Дәл қазір бірнеше мыңнан айырыласыз деп бір сөйлем жасадық. Мұндағы сөз саны 5. Қалатын шығарсыз деген сөзді алып тастадық. Есесіне жағымсыз пікір айтатын клиенттен құтыласыз деп екінші сөйлем жасадық. Мұндағы сөз саны 6 сөз. Екінші нұсқасы оқығанға жеңіл, ойы ықшам әрі түсінікті. Тақырыпқа нүкте қоймаңыз. Өйткені тақырыпқа нүкте қойсаңыз, онда ол тақырып емес, кәдімгі хабарлы сөйлем. Демек, осымен оқиға аяқталды дегенді білдіреді. Ендігі кезекте сандарды сөзбен емес, кәдімгі санмен келтіруге кеңес беремін. Мысалы, 20 жаста деген сөзді санмен 20 жаста деп жазамыз. Бұл оқығанға жеңіл, әрі сөйлемдегі сөз санын азайтады. Бір абзацтағы сөйлем саны 6-7 болсын. Егер 6-7 сөйлем жазбасаңыз, 8-ші сөйлемді келесі абзац қылыңыз. Жалпы 1,5 беттік материалда 6-7 абзац болғаны жақсы. Себебі абзацқа бөлінбеген мәтінді ешкім оқығысы келмейді. Абзацқа бөлінбеген мәтін көзге оғаш көрінеді. Бұл оқуға ұзақ материал ретінде көрінеді.
Сондықтан да абзацқа бөлуді қазірден бастап әдетке айналдырыңыз. Сонымен қатар әрбір абзацтарға тақырыпша қоюға болады. Бұл енді Инстаграмда мұндай тақырыпшаларды қолдана алмаймыз, ал егер журналистикада кәдімгі материал жазсаңыз, онда әр абзацқа тақырыпша рубрика қойсаңыз болады. Және яғни деген сөздермен сөйлем бастамаңыз. Себебі мұндайшылаулар сөйлемнің басында ешқашан тұрмайды. Сонымен бірге, сондай-ақ, бірақ, өйткені, себебі деген сияқты сөздерден кейін үтір қоймаңыз. Сондай-ақ керек сөзі жіктелмейді. Мысалы, айтуың керексің, жазуың керексің десеңіз қателесесіз. Дұрыс нұсқасы айтуың керек, жазуың керек. Сондай-ақ демелікшылау да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе әрқашан бөлек жазылады. Енді мен сізге ең жиі жіберілетін қателерді тізбектейін. Жұмыс жасау қате, дұрысы жұмыс істеу. Өкінішке орай деп жазса қателесеміз, дұрысы өкінішке қарай. Қуанышқа қарай дегенде қате, дұрысы бақытыма орай деп сөйлеу. Мен ойлаймын деп сөз бастамаңыз. Менің ойымша десеңіз қисынды. Мүмкіншілік деген қате, дұрысы мүмкіндік. Жаманшылық десеңіз қателесесіз, дұрысы жамандық. Жауап береді ме? Қате, дұрысы жауап бере ме? Айтады ма? Қате, дұрысы айта ма? Жалпы керек деген сөзді лазым, жөн, мақсат, абзал, шарт деген сияқты сөздермен алмастыруға кеңес беремін. Себебі, егер сіз барлық сөйлеміңізге керек, қажет деп жаза берсеңіз, оқырман сізден шаршайды, жалығады. Сіздің мәтініңізді аяғына дейін оқуға құштарлығы азаяды. Мұндай кезде синонимдерді пайдалануға кеңес беремін. Жалпы жазылатын мәтіндерде ең жиі қолданылатын сөздердің синонимдерін қарастырдым. Синонимдерді қолдану арқылы біз мәтінімізді байытамыз. Қаншалықты көркем жаза алатынымызды дәлелдей аламыз. Мысалы, адам деген сөзді кісі, жан, пенде десек болады. Бір бет деген сөздің өзін өң, шырай, кескін, келбет деуімізге рұқсат. Қазір бүкіл синонимдерді оқып жатпайын. Бұлардың барлығын борт күйінде сізге чатқа жіберемін. Үй тапсырмасына да келіп жетіппіз. Үй тапсырмасы бойынша 4 абзацтан тұратын пост жазыңыздар. Абзацтағы сөйлем санына назар аударыңыздар. Сөйлемдегі сөз саны 10-нан асып кетпесін. Кәдімгідей санап шығыңыздар. Сонымен қатар синонимдерді кеңірек қолданыңыздар. Бүгіннен бастап синонимдерді жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мен сенемін. Сау болыңыздар.